Студенттер қаланың дастаны әлі. Бірінші жыл дала деп жастамады. Бірінші жыл ауылы естен кетпей, бесінші жыл қимайды астананы деп. Ақын Қадыр Мырза әлі жырлағандай, кешегі кеңес уақытында ару қала Алматы, кең байтақ Қазақстанның түкпір-түкпірінен білім қуып келген талай арманшыл қыз жігіттің тағдырын бір арнаға тоғыстырды. Махаббат шаһары атанды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары табысқан ғашықтар Әшірбек пен Күләштің шынайы сезімдеріне куә болғанда, осы әсем Алматы болатын. Біз бір жатақханада кездестік. Ол кезде бөлмеге шайға шақыратын. Сонда бір жігіт желестерін күтіп алуға кетті деді. Бір уақытта келді олар. Келді де, екі жігітпен келді. Жаңағы жігіт біреу Ашекең. Ол кірді де, біз былай дөңгелек столда отырғанбыз. Қаратты, маған қарап қалды. Мен ыңғайсызданып, бір қыздың артынан былай тығылып қалдым. Болашақ театр сыншысы 1947 жылы Кентауда дүниеге келді. Мектеп бітіргеннен кейін 1965 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияның актерлық бөліміне оқуға түсті. Әшірбек екеуміз Қачапайдың қолынан дәріс алдық. Халық артисі, СССР халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың да лауреаты профессор апамыз Хадиша Бөкейқызы Бөкеевадан сау. Ол кісінің мынандай несі болатын. Сендер, біз бірінші қарлығашы болғанбыз, қарлығаштар болғанбыз. Ол кісінің. Сол кезде айтатын, сендер барлықтарың, 14 бала түстік біз. Неге? Барлықтарың менің балаларымсыңдар. Сондықтан қазір оқып жүргенде бір отбасының балаларындай келесі оқуды бітіргеннен кейін өмірге қадам басасыңдар ғой. Сонда да бір-біріңді жоғалтпай, бір-біріңді іздеп жүріңдер деп сөйтіп бізге айтатын. Шынында да біз бір үйдің баласындай өстік. Жер жәннаты, жетісудың толықсыған сұлуы Күләш Әшірбектің жүрегін бір көргеннен жаулап алды. Ол кезде Күләш Абай атындағы пединституттың математика факультетінің студенті еді. Соныменен екеміз танысып, табысып сол жерде. Мен ол кезде 3-ші курста оқимын, ол 4-ші курс, бір курс биік. Ол кезде мынандай адам болады, осындай белгілі адам, ондай ойымызда жоқ. Ұнаттық, все түрі де өзі сондай тап-таза. Сөйлегенде баурап алады бәрімізді. Қыздар бәрі соның әңгімесін тыңдап, осы аузын ашып отыратын. Күләш пен Әшірбектің арасындағы бүршік жарған сезім ұшқыны талайды тамсандырды. Басқаны айтпағанда, алғашқы күннен бастап балаң жігіттің Күләш тұратын жатақхана терезесіне конфет лақтырып, кездесуге шақыруы оның құрбыларын да таңғалдыратын. Күләш пен Әшірбектің махаббаттары ерекше. Әшірбек 4-ші курста үйленді, Күләшті маған сырттай көрсетті, қалай ана қызым дегендей. Содан кейін мен айтым, мынандай дедім. Оларға алғашында екі түрлі кәсіп иесі бірін-бірі толықтай түсіне қояр мекен деп, кейбіреулер күдіктене қарады. Алайда, қос жүректің бір тілекке ұштасқан лүпілі, олардың өмір атты соқпақтың сүрлеуіне қол ұстасып, бірге аттануларына еш кедергі келтірген жоқ. Әңгімені жақсы айтатын, қыздар бәрі прямо ғашық болды. Ой, мына қандай жігіт деп. Қаймана қазақ қашанда ер балаға мұрагер ретінде қараған. Жасынан шахтер болып еңбектеніп, атбегілік өнерді серік еткен Төребай Ақсақал мен Отырар өлкесінің сұлуы атанған Аққыздың 14 перзентінен тірі қалған екі баланың бірі Әшірбек. Сығай тұқымының үлкен кішісі үміт еткен жалғыз атқамінер еді. Кемпір шалдың тілегі бір келін түсіріп немере сүю болды ғой. Олар енді оқығанын жақсы көрді әрине, бірақ ауылда жалғыз бала, сол немере көрмей кетіп қаламыз ба деп арман болып екеуі. Әшірбек оқуға түсті. Сол барған сайын айтады ғой, келінді қашан көреміз, немерені қашан сүйеміз. Себебі әкем 44 жасында көрген ғой Әшірбекті. Әшірбек Сығай өзінің шығармашылық бағытын әуелден-ақ
айқындай білген жан. Актерлықты таңдағанымен, оның сөз өнеріне деген бейімі мен табиғи зердесі оны театр мен кино әлемінің ғылыми теориялық қырларын зерттеп, зерделеуге бастады. Сол себепті де ол 1969 жылы оқу орнын аяқтаған кезде өзі оқыған білім ордасында оқытушылық қызметте қалды. Ол өзі кішкентайынан осы өнерге зерек болды да, өнерді жақсы көріп, мына Шымкенттің театр келеді Кентауға қалмайтын. Соны айтып, өзінше соның дауысын салып, рөлдерін салып, үйде сөйтіп жүретін ғой. Сосын мен оған айтатын, сен артист болғың келіп жүр ме? Себебі енді ауылда үлкен кісілер прокурор, сот, бухгалтер олардың ең жақсы білетіндері. Мұғалім, дәрігер ең несі төмені. Сөйтсем айтады, мен анау актер сондай жақсы көрем. Сол кезде Шымкентте күшті актерлар болатын. Әшірбек жақсы оқыды бірінші күннен. Бәрін 5 оқып, осы Алматыда өзінің күшімен қалды, сол жерде сабақ беретін болып. Тағы 1 жыл өтті, жұмыс істеді. Соны общежитиесінде тұрыпты, консерваторияның. Сол енді 1 жыл өтті, енді қашан үйленесің деп екеуі телміріп күтіп отырады ғой, қашан келеді деп. Сонан бір күні Күләштің суретін жіберіпті, бір подругасымен түскен. Сосын маған оқытады ғой, өздері оқи алмайды. Мен оқып берем, апам да сығырайып әбден қарайды, әкем де қарайды. Болды енді, бізге болады, қай жерден алса да, әйтеуір үйленсе болды дейді, немере сүю керек. Күләш пен Әшірбектің арасында алғашқы танысқан күннен бастап өзгеше түсіністік орнады. Солай бола тұрса да, орыс мектебінде дәріс алып, Талдықорған өңірінде тәрбие өзегін бойына сіңірген Күләш, қазақы салт дәстүрді қатты ұстанатын оңтүстік өңірге келін болуға алғашында жүрексінді. Қыздар бәрі жақсы көреді Әшекеңді, бәрі ұнатты. Ал маған просто ертерек деп, өзім әкеміз ерте қайтыс болған, ағам мен шешем біз 3 баланы оқытып, жаңағы высшее образование беріп, оқыңдар деп. Сондықтан өзімді міндет санадым, бір жұмыс жасап, кішкене көмектесіп, материально сол кісілерге деп. Бітіргенде де күйеуге шықпай біраз жүре тұрам деген. Оған Әшеке olmadı. Сүйген жүрекке әмір жүрмейді деген сөздің тегі рас. Жұптары жазылмайтын қос ғашық көп ұзамай 1970 жылы шілде айында шаңырақ көтерді. Алдымен келін түскен кейін бет ашар жасады, бір той жасады, бет ашар тойы, оның кейін қазақ той кәдімгі. Туыстарын бәрін жиып, сөйтіп жасады. Олай тілегін бергенді шын жалғыздым. Сол Күләшқа үйленетін болып, Әшірбек сол дайындалуға келіпті, кетті, той Алматыда болды, Алматы ресторанында. Ауылға алып барып, ауылда той үлкен жасалды. Бүкіл баяғыдан көршілер, туысқандар бәрі Құдайдан оларда тілеп жүрген ғой, осының жалғыз баласы деп, көршілер бәрі өмші ол кезде. Сол көргеннен кейін көңілдері толды ғой. Сен ұзақ жақтың қызына үйлендің деп бір ауыз ондай шыққан емес, өзі біледі ғой Күләш. Қызындай көрді, бұның Күләшті келін деп айтқан емес олар. Жасыратыны жоқ, өткен ғасырдың 70-ші жылдары отау құрған жастардың Алматыдай үлкен қалада бірден баспанаға қол жеткізуі қиын еді. Мұндай жағдай жас отбасында айналып өткен жоқ. Алғаш қосылғанда бір орыстың үйінде де тұрдық, бір ұйғырдың үйінде де тұрдық. Ол кезде қиын кез. Жастар бәрі де оны өтті. Біздегі сол кездегі замандағы жастардың бәрі соны өткен сияқты, меніңше. Енді жетпейтін ақша. Алдында мен жұмыс жасап жүргенде екемізге ой-бой рестораннан тамақ ішіп сөйтіп жүрдік өзімізше. Кейін мен ана қанатқа босанып, қолымда бала бар. Әшекең аспирант ол кезде. Біреудің шаңырағында тұру оңай емес қой. Ол хозяиндар тартпайды. Көп келгендерін, бізде көп келетін адамдар. Сондай қиындықтар болды. От жақтық, көміргенен әуелеп. Өмірдің түрлі қиындықтарын Күләш пен Әшірбек жастық жалындарымен қоса бір-біріне деген шексіз махаббаттары арқылы жеңе білді. Өміріне өнерді өзек еткен Әшірбектің әр қадамына қосағы сәттілік тілеумен қатар қолынан келгенше қолдау танытты. Күләш өте биязы мінезді, өте ұқыпты,
өте ол математик болғаннан кейін бәрін ұқыпты болатын. Үйінде, сырттағы жұмысында, Ашырбектің керек затында, сонымен мұңдаса білетін, оның жағдайын түсіне білетін. Мына әйел екеуінің арасында сөздің бәрі Күләш екеуінің тільки қалжың юмормен ғана. Қас қағымның адамы болатын. Қасын қағып жіберсе, оға қоятын. Соның енді осының бәрі неге байланысты? Сіздің ортасына байланысты. Ұстаздық пен ғылымды құстың қос қанатындай ұштастырған Әшірбектің театр өнеріне қатысты зерттеулері сонау 70-ші жылдары-ақ көзі қарақты қауымды елең еткізді. Бірінші Лениншіл жас деген газетте оның мақаласы шыққан. Содан бастап театр. Бірақ дипломдық спектакльда ол роль ойнады. Генерал Панфиловтың ролін ойнаған кісі. Содан кейін Сараң спектаклінде ана кімді ойнады? Жақты ойнаған кісі. Менің ұстаз болуыма үлкен ықпалы болған Әшірбек деп айта аламын. Себебі ағалық өзінің былайша айтқан кезде ойын, ағалық өзінің үлкен інеге деген көзқарасы, жас маманға деген көзқарасы. Міне ол кездегі Әшірбек былайша айтқан кезде кафедрада жұмыс істеп, ассистент болып, Қайша Бөкееваға. Мінекей ассистент болып өзінің білімін, оқығанын студенттермен тәлім тәрбиеде араласа бастаған азамат. Кейіннен Москваға екеуміз ассистентураға бірге түстік. Әшірбек екеуміз тағы да. Міне жолымыз қайтадан сол театровед жағына түсті да, мен сахна пластика жағынан Немировскийдің классына түстім. Күләш Дулатбек қызы өз мамандығы бойынша қызмет ете жүріп, жан-жарының шығармашылығына аса ыждахаттылықпен қарады. Театр сыншысының қолынан шыққан сахна саңлақтары, актер әлемі, сыр сандық, театр тағылымы, сахнаға сапар атты сүбелі шығармаларының қолжазбаларын өзі басып, қолғабыс жасады. Ашкең ол таңдамайтын уақыт. Әйтеуір шабыты келеді, жазып тастайды. Кейде немерелер қасында жүреді, оған да қарамайды. Жазғысы келсе жазып отыра береді. Кейін мен енді бірінші, екінші кітабын өзі шығарып жүрді. Кейін мен өзім компьютердан, мен вычислительный математикадан бітіргем. Сондықтан компьютерді білем. Кітаптарының бәрін мен басып беріп отыратын болдым. Сол көмегім сол болды. Өзі қай кезде жазады, соны маған тастап кетеді. Мен оны түнде болса да әйтеуір басып беріп қоям. Сондай қуанып жүретін сонда. Бірінші кітабын шығарғанда қиналғаны қайта бір бетті нетсе, жөндесе, уже екінші жерінде қате. Әйтеуір қайта беріп жүріп, білмеймін қанша жыл, әйтеуір қанша жылда бір кішкентегіне бір тілдей кітабын ғана шығара алды. Кейін де бір қиналып жүрді, сол мына компьютер болғаннан кейін өте қуанып жүрді. Бірінен соң бір кітап шыға берді. Әшекең аударма саласында да табысты еңбектенді. Ол тәржімалаған Гальдонидің күлкілі оқиға, Роквидің мазасыз әжей, Ежовтың бұлбұлдар түні, Мольердің еріксіз үйлену атты пьесалары күні бүгінге дейін театр репертуарларынан түскен жоқ. Алдын ала өзі маған айтып қояды ғой енді. Осындай кітабым шыққаннан кейін жазып береді маған. Қыстайма деп жазып береді, жалғыз бауырыма деп. Әшірбек Сығай тек оқытушылықпен шектелді десек, қателесеміз. Ол мемлекеттік қызметтерді де абыройлы атқарды. Сөз зергері 1974-1994 жылдары Мәдениет министрлігінде қызмет етіп, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын басқарды. Сондай-ақ Мәдениет министрінің бірінші орынбасары 1979-93 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы орталық комитеті мәдениет бөлімінің жауапты қызметкері болды. Ондай шешен, ондай мына театр өнерін жақсы білетін бүгінгі күнде адам жоғау деймін. Кез келген адаммен сөйлесе кетеді. Содан кейін барып, қандай тақырып болмаса, ол тақырыпты біледі. Содан кейін оның бір ғажап жері драматургтердің атын, қай жылы қандай спектакль қойғанын, қай мемлекетті қандай артист ойнаған, соның бәрін жатқа біледі. Әшірбек Сығай өнер академиясында тыңнан түрен салып, театр тану мамандығын ашты.
Оның ісін бүгінде шәкірттері Меруерт Жақсылықова, Айзат Қадыралиева, Нартай Ескендіров, Тимур Ахметов, Сымбат Генияровалар жалғастыруда. Ол кісі бізге сабаққа келген кезден бастап әу дегеннен үйреткені, ең бірінші сендер театр танушы емес, бірінші жақсы адам болыңдар дейтін. Адамның тек ізгі ішкі жақсы қасиеті ғана оны үлкен өнерге алып шығады. Сол себептен де біз өзімізге ең бірінші кәсібилік тұрғыдан емес, адамдық тұрғыдан бар жақсылықты жинап өстік. Бір бойына парасаттылық, білімділік, ол кісінің дүние танымдығы, кісіні тани білетін қабілеті, сұңғылалығы, парасаты, жаңағы айтып отырмын ғой, ол кісінің сондай терең білімінің өзі адамды жаңағы көрген сәттен-ақ магнитше тартып алатын. Бүгінде Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясында Әшірбек Сығай атында аудитория бар. Оған бас сұққан жан сыншы ғұмырының өнегелі істеріне куә болатыны сөзсіз. Ол кісінің қаншама дәрістері, сабақтары осы аудиторияда ағайдың 4 жыл бойы, онан кейін магистратурада сабақ берді. Докторантурада дәрістерін беріп жатты, қаншама ғылыми. Тек осы аудитория емес, бүкіл осы академия, өнер деген кезде ол кісінің рухы. Кез келген адамда Әшірбек Сығай десе, өзі аты кез келген лауазымнан да жоғары тұрады. Әшірбек Сығай өмір мен өнерді бөліп жармай бірдей қарады. Шәкірттеріне тек кәсіби маман болуды ғана емес, ең алдымен адам, азамат болуды үйретті. Ол кісі бөліп жармайтын, мен сабақтамын, мен осындаймын деген сияқты, өзі өмірде кез келген адам қандайсың, сондай бәрі жерде сондай болу керек деп, өзін бір жоғары санатын, не тәкаппарлап, не бір мен ұстазбын деп бір көсіліп айтқан кезде бір тәкаппарлық не болмаса бір біреуді басып жаншу деген сияқты ешкімге ондай іс болған жоқ. Бұл кісі өмірде жалпы тек парасаты мен білгірлігімен ғана емес, сонымен қатар үлкен бір қамқоршы, бізге әке рөлін атқарды. Мен өзім әкемнен ерте айырылғандықтан Әшекеңнің бойындағы бір әкелік махаббатты үнемі сезіп отыратым. Өнер тарланы соңғы жылдары Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінде оқытушы болып, онда да театр тану өнерінің дамуына үлес қосты. Студенттерге арнап, Ес-аймақ мәдени танымдық бірлестігін құрып, Шабыт журналын ашты. Күнделік жазатын, бізге де күнделік жазыңдар деп отырады. Мен енді күнделікті жазбасам да бір 2-3 күнде аптасына бір түртіп қоятын бар. Жазып қойып ең маңызды нәрселерді. Өйткені аға айтады, ертең ұмытып қалуымыз, бәріміз пендеміз, ұмытып қаламыз. Ал бірақ күнделік деген ол ертең нағыз кітап жазсаң да, арқада жұмыс істесең де, ол өте керемет деп айтып отыратын. Әшірбек Төребайұлы қандай ортада да қиыннан қиыстырып, сөйлей білетін шешендігімен дараланды. Осы бір табиғи қабілеті оны теледидарда да тағылымды хабарлар жүргізуге жетеледі. Соның бірі Жан Сарай бағдарламасы. Аталмыш бағдарламаға қатысқан кейіпкерлері туралы жазған Әшекеңнің туындысы да артынша жарыққа шықты. Қазақта әйел ердің қанаты деген даналық сөз бар. Осы бір қанатты қағида Әшекеңе арналып айтылғандай. Күләшпен енді екеуінің алғашқы үйленгеннен бастап, бұл екеуінің бір-біріне деген іштей түсіністігі өте мол болды. Бірінші, Күләш өзінің болашақ ана ретінде, оның болашақ балаларының үлкен анасы болып, тәрбиенің негізін сол арқылы келетін ол сезінді де, міне сондай сезімталдықты білдіріпті. Ал Әшірбек болса, ол азамат ретінде, маман ретінде, болашақ өнердің тұлғасы ретінде осы мінекей тандем екеуімен бірдей жүрді. Бұл екеуінің махаббаты, бұл екеуінің үлкен бір-бірімен сыйластығы, ол қазақ сахна өнеріндегі көптеген семьяларының үлгісі бола білді. Себебі үйдегі жарыңыз, өзіңіздің тылыңыз былайша айтқан кезде мықты болса, балашағыңыздың бәрі орында болса, ер азамат ол өзінің үлкен мақсатына жету үшін кітабы болсын, жазған кітабы болсын, оқыған және жаңағы талдаған спектакльдер болмаса жан-жаққа барып келген, бүткіл әлемді аралап келді бұл азамат. Сол барлық жерде көріп жүрген кезде ол алаңдаған жоқ. Әшірбек пен Күләш
45 жыл отасты. Алтын асықтай қанат, сұңғат, Нұрзат есімді 3 ұлды өсіріп жеткізді. Әшекең енді жақсы әке болды. Енді өзі жалғыз бала болғандықтан ба, білмеймін, әйтеуір ас үстіне түсетін балаларға. Кейде мен айтам, сен әке болып кішкене ұрыспасаң болмайды. Қашанғы мен оларға ұрыса берем деп. Сонда уговорить етіп кішкене ұрысатын болып балаларға сөйтіп. Ұрысқанын қайтайын, түнімен барып, қайта барып сүйіп кетеді. Уайымдап соған, сен болмасаң мен оны ұрыспас едім деп. Бізді әрқашан еркелетіп отыратын. Еркелеткенде, еркелетсе де, сынап алса да бір нәрсеге үкілайым, менің үкілайым деп сөйлейтін. Сол сияқты ортаншы келінді, менің Гаухарым, менің Аянам деп кіші келін әрқашан жылы лебізбен отырып, сөйтіп жақсы көріп айтатынды. Сонда да біз мысалы мынандай сынап отырып бізді менің үкілайым сөйтеді деп айтса да, біз оны кәдімгідей дұрыс қабылдайтынбыз. Өйткені папамыз еркелетіп отырып, бізді тура жолға, түзу жолға сөйтіп салып отыратын. 3 перзентінен сүйген немерелерінің бойына Әшекең үнемі ұлттық тәрбиенің өзегін сіңіріп өсірді. Қазақ тәрбиенің сақталуына атамыздың енді сіңіріп кеткен еңбегі зор. Жалпы біздің ғана шаңыраққа емес, мен жүрген ортасы деп айта аламын. Өйткені теледидардан да сөйлесе де, бір бағдарламаны жүргізсе де, нағыз құнды мәліметтерді айтып, нағыз қазақи тілмен, шешенділікпен, біз қолданыста көрмей қалған бір сөздерді пайдаланып сөйлеген кезде бір кәдімгідей ғибрат алатынбыз. Өйткені кәдімгі бір энциклопедия сияқты болатын. Күләш Дулатбек қызы жарының жел соққан жағына ық, құлап бара жатқан жеріне тіреу бола жүріп, өзі де қызметтен қалған емес. Қазақстан Республикасының парламентінде жемісті еңбектенді. Алайда Әшекеңнің табиғи таланты ол үшін бәрінен жоғары тұрды. Мұндай қатты ұрысып, ренжіскен ондай болмады. Білмеймін, әйтеуір біз екеуміз өте тату тұрдық. Кейде байқаймын, бір жолдастарымыз да бар. Кейде ұрысып қалып, ренжісіп, сөйлеспей, сөйтіп қалады. Бізде ондай болмады десем де болады. Әшірбек Төребайұлының жан дүниесі табиғат пен жаратылыстағы сұлулық атаулыға құштар еді. Оның кең жүрегі ізгілік пен махаббатқа толы болды, және ол оның әр ісі мен хоббиінен байқалып тұратын. Квартирада жер үйге ауыстырдық. Екеуміз сосын тауық ұстадық, жұмыртқа жейміз деп. Иттер пар-парымен, мысықтар пар-парымен, индюк ұстадық, павлин ұстадық. Бір арманым сол кептер ұстау керек деді. Кептер алдық. Ол кептерлер қымбат. Соның бәрі сол жерге кіріп кетеді, соны изучать етіп тұрады. Бірінші келгеннен ит ұстады. Енді иттер настолько ақылды болды, иттер. Алапа иттер итак өзі де жақсы екен. Әшекеңе зор бақ берген адам. Семьялық бақыты, бала бақыты. Соның отбасында отырсаңыз, балаларын сүйгенде ақыннан жоғары сүйеді. Әрқайсымен қажыңдасқанда өзінің құрдасындай қажыңдасады. Әрқайсысын бір паналап, иіскеп, маңдайынан сүйіп, сонымен ойнаған кезде өзін бір сондай рақат сезімге бөлейді. Таланты биік тұлғаның арамыздан кеткеніне 1 жылдан асты. Бірақ оның рухани қазынасы өлген жоқ. Кабинетін өзім жөндедім, бәрін реттеп, өзі үлгерген жоқ болатын. Шашылып, біразы жазда келіп жөндейін деп жүреді. Соны архивқа беретін дайындап бөлек алып қойдым. Кейбір жазайын деп жүрген бір материалдарын тоже бөлек алып қойдым. Мынау дайындап қойған өзі. Соның бәрін архивқа, сосын кейін біраз нәрсесін музейге тапсырдым. Кентауда музей ашылды. Сондай реттеп отырам, бірақ сол сезім қасымда сияқты болып тұрады. Әшекеңнің жұмыс кабинетіне бас сұққанда, оның қаламынан шыққан туындылары мен бай кітапхана қорына бейжай қарау тіпті мүмкін емес. Менде 1 сағат, 5 минут бір ондай болмайды, есімнен шықпайды. Туры өз, Әшірбек екеуміз кіріп келе жатқандай сондай сезім. Менде сол отырған сияқты, сол жазып отырған сияқты. Бәрі есіме түседі.
Қазақта дананың хаты өлмес деген нақыл сөз бар. Бұл да өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған Әшірбек Төребайұлы Сығай сынды тұлғаларға қаратылып айтылғандай. Әшкемен әңгімеміз таусылмайтын, бірге жүретініміз, бәрі қызық, күліп, сөйтіп жүретін. Енді қазір тоқтап қалғанында бір не, білмеймін, көңіл толық емес, жарым, көңіл жарым. Менің өмірім енді Әшекеңмен бірге өмір сүрген уақытым, кездерім бәрі осы жылдар, сол нағыз бақытты жылдарым, бақытты кезеңдерім. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, қазақ театр өнері сынының қалыптасуына бар ғұмырын арнаған Әшірбек Сығайды ғибратты ғұмыр иесі десек, еш қателеспейміз. Оған табиғат дара талант сыйлауымен қатар, ішкі әлемін түсінетін күләштай жарды тарту етті. Ол артында қалған рухани мұраларымен ғана емес, асыл жарымен, ұлағатты ұрпағымен де бақытты жан. Оның енді басталған мәңгілік өмірінің мәні де осында болса керек.